Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын дәл осындай кереметтей бельяштың рецептімен бөлісетін боламын. Егер де видео қызық болса, соңына дейін қарап, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдыменен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді құйып, оның үстінен дрожжымызды, тұзымызды салып, және сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен електен өткізіп ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр дайындап, ашытуға қоятын боламыз. Достар, керекті заттардың грамм массаларының барлығын осы видеоның төменгі жағына жазып қалдырамын. Сол жерде описание бөліміне кіріп қарасаңыздар, сол жерде бар, сол жерге қарап жасап көріңіздер. Дәл осылай ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізге осылай ұсақтап туралған пиязымызды салып, үстінен татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және аздап зіремізді салып аламыз. Сосын қолымыздың көмегімен жақсылап мыжғылап, біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Бізде дәл осындай салма дайын болып шығады. Енді ашып шыққан қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Барлығын майдалап, көз шамамен 50 миллиграмдай етіп, барлығын бөліп, тындырып алғаннан кейін қамырымызды дәл видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Дәл ортасына бір ас қасық, не болмаса 1,5 ас қасықтай етіп, дәл осындай фаршта салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп түйіп аласыздар. Түйілу жолы өте оңай. Осылайша барлығын түйіп, барлығын дайындап аламыз. Майымызды алдын ала қыздыртуға қоямыз, бірақ майымыз біздің қатты қызбаған кезінде дәл осылай бельяштарымызды бірінші тесік бетін аударып салып, бұдан кейін екінші бетіне аударатын боламыз. Бірінші беті жабылып тұрған бетін аударып қойсаңыздар, ішіндегі салмасы түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан бірінші ішінде салмасы бар жағын, яғни тесікше бар жағын қойып, дәл видеодағыдай етіп, екінші бетіне аудартып, ішіне майды құя отырып, кемінде 7-8 минут пісіріп аласыздар. Майымыз қатты қызып кетпеу керек. Орташа оттан төменде отқа қоя отырып пісіретін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығы пісіп шықты, арасы шикі болмайды. Жақсы пісіру техникасын қолдансаңыз, ешқандай жері шикі болмайды. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыз.